Армысыздар, ұлттық арнада айту оңай, біздің бүгінгі хабарымыз ақ халатты абзал жандарға арналады. Санкт-Петербургтегі әскери медициналық академиясында оққан қазақтың алғашқы дәрігерлерінің бірі Санжар Асфендияров. Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында әскери дәрігер болып қызмет атқарады. Осы саланы насихаттамай, осы саланың мықтыларын көрсетпей, үздік жетістіктерін жарияламай, онда елдің қызығушылығы оянбайды. Ертең күні мына жігіттер өздерінің ақ халат киіп жүргендерін бір ерекше құрмет сезінбейді. Осылайда мына ақын Ержан бауырымыз отыр, ақ халатты абзал жандар деген ән жазды. Бұл әні бір сыйлықта берді ғой деймін, министрлік. Ақша берді. Ақша берді. Жақсы ақша берді ғой деймін. Бұйырғаны. Неге жаздың бұл әнді? Бұл арнайы тапсырыс па еді? Жоқ, жалпы дәрігерлер туралы өте ән аз. Алдыңғы жылы Сәкен Қалымбағамыз айтатын дәрігер әні бар. Сенің әнің? Қазір бірінші дәрігерлер жайлы айтқым келіп отыр. Арыстандай айбатты, қыздай икемді, анаңдай мейірімді болу керек деген бар ғой. Өйткені бұл кісілерге түсетін салмақ өте ауыр. Өлім мен өмірдің шекарасында жүрген ақ халатты абзал жандарды қанша құрметтесе де, қанша ұлықтаса да артық емес деп ойлаймын. Әннің жазылу тарихына келсек, 3 себебі бар Бейсен аға. Біріншісі, Семей мемлекеттік медицина университетінде 2 жылдай сабақ бердім қазақ латын кафедрасында. Сондықтан бұл бағдарламаға мен тікелей қатысым бар. Қатысым бар екен. Сонда жүргенде жұмыстарын көрдім. Өте қиын. Екінші себебі, кардиолог Айбек Сағатбеков деген жан досым бар, бала кезден келе жатқан. Бір уақыты жоқ. Тамақ ішке жатамыз, телефон шырылдайды, кетеді, бітті. Бойдақ болып, ол 30-дан асып барып үйленді былтыр. Тойын өзім өткізін. Үшінші себеп, менде идея болып жүретін. Нақты шыққан кезі анам залдарыңызда отыр, қатты сырқаттанды, клинический смерть дейді ғой. Сондайға тап болып 8 сағат жан сақтау бөлімінде жатты. Жалпы бір ай емханадан шықпады. Сол кезде осы дәрігерлер қарап жанына араша түсіп аман алып қалды. Енді бірінші Құдайдың қолында ғой, екінші осы кісілер себепкер. Сосын қатты риза болып, мамам айтады қазір, отыр ғой өзі, жер бетінде ұшып жүргендей болам дейді. Енді бір өліп тірілді ғой. Сөзбен айтқан оңай ғой, сіздердің тақырыптарыңыз әдемі, айтуға оңай дейді. Қысқасы, осы әнді жаздым. Дегенмен рахмет айтудан жалықпаймын. 90 сөздің тобықтай түйіні, ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздеу керек. Өйткені жан ләззаты білімінде, тән ләззаты саулығында деп ойлаймын. Мейіріммен қараса деп өздеріңізден сондай бір үмітпен жақсылық күтеміз. Анау болу керек дәрігер, мынау болу керек деп айтып жатырмыз ғой. Меніңше дәрігер бірінші өз ісін жақсы білу керек, екінші адамды сүю керек. Ал біздер денсаулықты күту керек. Аман сау болыңыздар. Алаламай адамның бәрін теңдер, жүрегіңді жылытып жаның демдер. Сырқаттанса бір мүшең дәл сол жерде, жаныңнан соң жүретін дәрігерлер. Әр жан үшін түсетін әбігерге, дала көңіл ақпейіл дәрігерде. Керек десең тіпті олар ойланбай-ақ, қиып бере салардай жанын елге. Ақ халатты ардақты арман жандар, алдындағы асуын алған жандар. Қайғы мұңның орнына үміт сыйлап, бақтың өзін шақырып алған жандар, абзал жандар. Қарсы тұрып қасірет құйынына, төтеп берген тірліктің тұйығына. Дәрігерлер бастан ең маңызды, батпан жүкті байлаған иығына. Жылу қиып шуақтай шашылғандар, тәуекелге тағдыры бас ұрғандар. От пен судың жаралып ортасына,
ажалменде айқасқан асыл жандар, ақ халатты ардақты арман жандар, алдындағы асуын алған жандар, қайғы мұңның орнына үміт сыйлап, бақтың өзін шақырып алған жандар, абзал жандар. Бақтың өзін шақырып алған жандар, ақ